Япония үкіметі тарапынан қаржыландырылған һәм Бірлескен Милләтләр шөлкемін рауажландыру бағдарламасы тарапынан Қарақалпақстанның 4 районында жойбарларын әмелге асырып жатыр. Оның шеңберінде ішімлік суы, электр энергиясы, білімлендіру, денсаулықты сақлау һәм дарамат табу имканиятларын жақсылау арқылы мыңлаған шаңырақлардың жағдайын жақсылауға имканият жаратылмақта. Жойбардың нәтижелерімен танысу мақсатында делегация ағзалары осы жылдың 4-5 май күндері республикамызда болды. Кегелі, Шымбай, Қараөзек һәм Нөкіс районлары. Япония үкіметі тарапынан қаржыландырылған һәм Бірлескен Милләтләр шөлкемінің рауажландыру бағдарламасы тарапынан жойбарларын әйне осы районларда әмелге асырып жатыр. Олардың арасында жұмақланған жойбарлар да бар. Жойбарлардың нәтижесімен қызықсынған делегация ағзалары дәстеп Қарақалпақстан Республикасы министрлер кеңесі уәкілдері һәм Кегелі, Қараөзек, Шымбай районларының хакімлерімен ұшырасты. Ісленген жұмыслардың жұмағы бойынша да мағлұматлар берумен бірге жаңа жойбардың да тикарғы бағдарларын додалады. Анығырағы 2026-2029 жыларда Япония үкіметінің қаржылай жәрдемде әмелге асырылатығын арал бой аймағында су ресурсларын басқаруды бекемлеу һәм ықылым өзгеруіне тұрақтылықты арттыру атамасындағы жаңа жойбардың презентациясы. Бұндан соң Бірлескен Милләтләр шөлкемі рауажлану бағдарламасының Токио қаласындағы стратегиялық шеріклік һәм ресурсларды мобилизациялау бойынша мәслихатшысы Наоки Нихей мырза басшылығындағы делегация Нөкіс райондағы майыпларды реабилитациялау орайы һәм 13-ші салы балалар бақшасында болды. Бұл орында ақаба суларды қайта пайдалану үшін тазалау бойынша Японияның инновациялық технологиялары енгізілген. Проекттің негізгі мақсаты сол шығынды суларды тазалау технологиясы. Бұл реабилитация орайы күніне орташа 20 кубтай су істетеді. Сол себеплі сол мұғдардағы су канализация системасына түсетіғын еді. Сол енді біздер сол тазалау системасын орнаттық. Бұл системаның сол ең қолайлығы жағы бұл орайластырылмаған канализация суларын тазалау системасы болып есептелінеді. Екі басқышта әмелге асырады. Бұл анаэробик һәм аэробик. Аэробик басқышта бұл хауа компрессорын істетеді. Одан кейін ақырында сол хлоридный отсектен шығып тазаланып шығып кетеді. Алдын бұлар әмесі ассенизатор машиналарымен тартатығын болса, ендігіден бұлар сол тазаланған суды осы өздерінің 8 гектар территориясы бар. Соның дерлік 5 гектар жері сол суғарлатығын жерлер һәм декоративный теректері басқа теплицалары бар. Солар суғаруға әмесін істетіп атырыпты. Бұл проекттің қаржыландыруы 40 мың ақш доллары. Таза ішімлік суы Машқаласының ұнамлы шешімі. Шымбай райондағы Пашентау һәм Кегелі райондағы Алтымшақ Макан бұқаралар жиыларындағы 3 мыңнан аслам тұрғылар үшін суды дұрысшыландыру станциялары құрылып, бүгін аймақ бұқараларының міндетташылығы шексіз. Ішімлік суын үстінде Экостан 300 орақтан зият қожалым сөйден су ішеді. Алдын енді көне бұрынғы экосымызда резервуарымыз 50 кублық еді. Бұл енді әлбетте 50 куб болғаннан кейін 30 куб халыққа кетеді. Қалған 20 куб әлбетте апарып жеткеріп бере алмайды еді. Кейін қайта реконструкция болғаннан кейін бұл резервуарымыз 200 кублық болды әдір. Халқымызға жетерлі әмме жақ жеткеріп, уақытында ағып, қалқымызға жеткеріп бере алады. Һәм фильтрлер һәм жақсы болды. Бұрынлары трассаларымыз әлбетте шойын тұрбалардан болатын еді. Шойын тұрба болғаннан кейін әлбетте темір бәрі өзінен тат шығарады. Суларымыздың реңлері әлбетте өзгеретін еді. Судың өзі көшелер бір 2-3 көшеге ақпаратығын еді болған. Қалғалары көше басында, сол көше басына әмме тасымалғы ішетін еді. Көше басынан ішетін әмме. Енді әдір білесер, әрбір қожалыққа үйлеріне кіріп тұрыпты. Әр қожалықтың өздерінің үйінде әдеуір жақсы болды бұрынғыдан. Сонда айтып өту керек, жойбар шеңберінде Кегелі райондағы Көкөзек ауыл бұқаралар жиын аймағындағы 38-ші салы ұлыма білім беру мектебінің реконструкцияланған филиалында оқушыларға сапалы білім беру имканиятын беретұғын құяш панеллері, ысту системасы һәм суды дұрысшыландыру үскенелерде орнатылды. Өндіріс карханалары, соның ішінде сұйық биогумус, мәкке снеклері, кондитер өнімлері, нан өнімлері һәм лазерлі нағыз ою цехларында да жұмыс орынлары жаратылды. 2025 жылы Бірлескен Милләтләр шөлкемі рауажландыру қоры есабынан, Япония грантымен қаржыландыру есабынан 58 мың ақш доллар мағдарында қаржы ажыратылып, бұл қайта ремонтлау жұмыстары алып барылды. Бұл жерде қазір бүгінгі күнде 64 оқушы тәлім тәрбие алып келмекте. Мектеп заманауи аспап үскенелермен тәмінленді.
жақтыландыру экономия режимге өткерілді, құяш панелі құрып берілді. Hamda o'quvchilar uchun juda qulayli inventarlarмен to'liq ta'minlanди. Buning uchun xalqimiz ham juda minnatdor bo'lyapti. Себебі алдыңғы vaqtlari uzoq аймақтан qatnaydigan o'quvchilar uchun solingan boshlang'ich maktab edi, bu keyin mектеп filialini aylantirdi. Bugungi kunda xalqimiz juda minnatdor, toza zamonaviy ulgudagi maktabda o'qiyotganidan juda minnatdormiz. Oziq-ovqat qavmsizligini ham jardamga muhtoj shang'iroqlarning o'zini-o'zi band etuvini qo'llab-quvvatlaydigan kishi avul xo'jaligi baslamalari, ya'ni tamchilatib sug'oriladigan mevali bog'lar, issiqxonalar, pal harishiligi, sonday-aq to'proqqa ishlov beru uskunalar deb berilib, natijada bir necha fuqarolar turaqli daromad tobu imkoniyatına ega bo'lmoqda. O'sha ko'rib turgan mana bog'imiz 1 gektar aşamalas bog'. O'sha proyektning qarshilantirish bo'yicha 800 tupdan aslam Alman elini alğanımız 400 tübü Crimson sortu, 400 tübü Golden Delicious sortu. Hem tamçılatı suğarı için, yani havuzda onu sumen temizlemek için nasıllam bu proyekt boyunca alğanımız. Japanese government is supporting the project through UNDP to support diversifying the economy and agriculture and affected by the environmental degradation due to the RRC issue. I'm very glad to see that how farmers and people in Karachi, Pakistan try to develop their industries, also agricultural activities by the improvement of water resources, also utilizing the new methodologies from which they have never experienced. Ақтөбе һәм Күжемле авыл fuqarolar жыйынларындагы 250 киловатт куатлыктагы электротрансформаторлар 1500 адамды турақлы электр энергиясымен тәминлемекте. Делегация ағзалары Шымбай районында да болып, дәслепнан һәм нан өнімлері сеп шығарушы цех ашу арқалы іскерлігін алып барып атырған Гүлнар Ақылбекованың жұмыслары менен танысты. Мен бұл фермер қожалығында 2017 жылы февраль айынан бастап, боян өсімлігінің тамырын сатып алуым, экспортқа шығару мақсатында шөлкемлестірдім. Һәм 2019 жылы осы маратымды 0 балансында сатып алдым. Сол 2021 жылы Бірлескен Милләттер шөлкемнің Япония үкіметі қаржыландырған грантында қатынасып, 235 миллионлық кондитер нан өнімдерін істеп шығаратын аспап үскенелерін грантикарында жеңіп алдым. Һәм 2022 жылдан бастап су кондитер өнімдерін істеп шығарып жатырмын. 20-дан артық кондитер өнімдерін істеп шығарамыз. 6 аял қызларымыз тұрақлы жұмыспен бәнт етіп жатыр. Һәм маусымдық байрамлар уақытында 10-15 шекен қызлар жұмыс істейді. Тамшылатып суғару арқалы мевелі бақ жаратқан һәм ысықхана арқалы бәнтлігін тәмелеуге еріскен район тұрғыларының жұмыслары да көзден өткерілді. Қараөзеклі Үргеншбай Өтеев бір жылдардан беріліп пал харишілігіме айлансады. Япония үкіметі тарапынан қаржыландырылған жойбар тикарында ол өз іспілермелігін кеңейтуге ерісті. Жылына 2 мәртебе пал шығарамыз. Майский болады, енді Құдай қаласа сол майдың аяғында болады. Кейінгісі августтан алынады. Әр минут айдағанымызда енді бір 60 кило, 70 килодан алып тұрмыз. Жылына 150 килодай аламын, Құдай қаласа. Bundan 9 жыл бұрын басладым мен. Сол грант жаңа ұтып алып, қазір бір уақытларында 25 ящиктерін көбейткен мен. Қазір hem көбейтіп қойыппын, яқта бөліп қойыппын, апарып қойыппын. 17 ящигім бар қазір. Бұлам бір көз алдында бизнес дарамат қой. 7 арыстың бірі дегенде мінеке бұлам Құдайдың берген қазинесі. Азмаз ұқыбы болып шұғылданамын десе имканият бар. Өзбекстан һәм Япония үкіметі Бірлескен Милләтлер шөлкемі рауажландыру бағдарламасының Арал бой аймағындағы бірге іслесуі Орайлық Азияда тұрақлы рауажлануды халықаралық қолап қуатлаудың тек арғы бағдарларынан біріне айланғалығын жойбарлар негізіндегі реал көрінісілерден аңлау мүмкін. Бірлескен Милләтлер шөлкемі рауажландыру бағдарламасы Өзбекстан Республикасындағы 3 жыл давамында жойбарды әмелге асырып барады. Бұл жойбардың тикарғы мақсеті қазір енді хабарыңыз бар, су ресурслары башқалалы болып келатырды. Су ресурсларын үнемлі пайдалану, су ресурсларын үнемлі басқару технологияларын, ұсуларын енгізу. 4 район мысалында жұмыстар алып барылады. Су инфраструктурасына тиесілі болған насос станциялары, су бөліп, су тарқатушы болған пунктлар,
һәм екінші, үшінші дәрежедегі каналлар, ирригационный каналлардың реконструкциясы режелестірілмекте. Һәм бұл жұмыстарды әмелге апарғанда Шойбар сол жердегі жергілікті фермер диқан қожалықтарының үнемді пайдалану ұсуларын таныстырып, енгізіп, һәм үйрету мақсатын алдына қойған. Һәм үй қожалықтарынан тамарқа жерлерінде суларды үнемді пайдалану тәжірибелерін бөлісу һәм енгізу қылып мақсат қылып қойылған. Жойбарлардың экологиялық деградация, ықлым өзгеруі, азғауқат қауіпсіздігі, текарғы қызметлерден пайдалану һәм халықтың экономикалық жақтан өзін-өзі тәмелеуі сияқты өзара байланыслы машқалаларды шешуге қаратылғанлығы бәрінен де ахметлі. Сондықтан бұл бағдардағы бірге іздесулерді тұрақлы дауам еттіру бойынша келісімдерге келінді.